Сәлем достар, есімім Әсел. Бүгін сіздермен осындай ерекше ас, қаймақты соуста дайындалған тауық етін дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен осындай тауықтың төс етін алып, ұзынша етіп турап аламыз. Пиязымызды да алып, осылай турап шығамыз. Тапаға бір кеседей май құйдым. Сөйтіп етімізді салып, осылай қуырып аламыз. Газымыздың оты қатты отта тұра береді. Үстіне 1,5 шай қасық тұз қостым, 1 шай қасық паприка қостым. Және осындай карри деген дәмдеуіштен 1 шай қасық қосып жібереміз. Үстіне пиязымызды салып, қайтадан жақсылап араластырамыз. Енді біздің тауығымызға осындай ерекше дәм беретін қаймақ. Осы қаймақтың кез келген пайызын алып, 2 ас қасық саламыз. Үстіне 1 пиаладай су құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сөйтіп бетін жауып, газдың отын бәсеңдетіп, жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағатта біздің етіміз толықтай піседі. Бұл кезде газдың астын өшіреміз және тағы да 1 ас қасық осындай қаймақты салып араластырып қоямыз. Енді тамағымызға гарнир дайындаймыз. Мен осындай шашырап тұратын, бір-біріне жабыспайтын күріш дайындадым. Алдымен тапамызға май құйып, күрішімізді осылай қуырып шығамыз. Дәміне қарай тұзын салып, күріштеріміз толық қуырылғаннан кейін үстіне қайнап тұрған су құямыз. Су қайнап тұрған болу керек, сол кезде біздің күріштеріміз бір-біріне жабыспай, дана-дана болып піседі. Шамамен 15-20 минут аралығында осылай біздің күріштеріміз пісіп шығады. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Арасында осындай ерекше ас пісіріп, отбасыларыңызды қуантып тұрыңыздар. Егер де менің каналым ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.